Сәлем оқырман, Сезім ТВ арнасына қош келдің. Жасым келгенде құтыра бастадым. Мен ауылдық жерде тұрамын. Атым Жақсылық. Жасым 56-да. Әйелім, отбасым, Құдай берген 3 баланың әкесімін. 2 қыз, 1 ұлым бар. Әйеліммен сүйіп қосылдым. Жағдайымыз жақсы. Жұмысым, көлігім, үйім бар, жеткілікті. Уақыт өте келе, әйеліммен аса көп бірге ұйықтамайтын болдым. Ол бөлек жатады. Мен бөлек жатам, телевизор көретін жерде. Өмір зыбырап өте бере, балаларым өсіп, ержете бастады. Үлкен қызым Айдана өте ақылды, биязы, үйдің шаруаларын бәрін өзі тындырып қоятын. Содан жыл сайын отбасымызбен демалуға шығатын едік. Соңғы жылдары демалуға шығып жүріп, үлкен қызым Айданаға сырттай көзім түсті. Қой бұным болмас деп өзімді қанша тоқтатсам да нәпсіме ерік беріп жүрмін. Қызымның бой жетіп қалғаны көзіме оттай басылды. Бір сөзбен айтқанда пісіп тұрғанын сездім. Қызым 10-шы класс оқиды, 17 жаста. Үйде жүргенде қызыма ұрлана қарап жүрмін. Ашық киінсе қуанып кетем. Денесін көру үшін. Қос анары күшті, кейде қызым үйде лепшіксіз жүргенде қос анарын көріп қалам. Сол кезде дене бойым тыпыршып, еркектік қаным теуіп төменгі жағым тұрып алатынды шығарды. Қызым бөлмеде ұйықтап жатқанда 1-2 рет ақырын кіріп көрпесін ашып денесін көрдім. Турсиімен жатты ұйықтап. Бірақ одан арыға бармадым. Үйде монша жаққанда қызымды сығалап та көрген кездерім болды. Қызымның моншадағы тыжаланыш бейнесі есімнен тандырды. Қатты ұнатып қалдым. Төменгі жағым қақайып тұрып алып жаттай қойған кездерімде болды. Мен өзім таң қалдым. Әйеліме мұндай сезім болған емес. Қызыма деген нәпсім мені өлтіріп барады. Күннен күнге не істерімді білмей жүрмін. Үйде ешкім жоқ кезде қызымды астыма басқым келеді. Бірақ қорқам және ұялам. Өтінем, мені сөкпеңіздер. Ішімдегі сырымды сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Жалғасын кейін жазармын.